Сәлеметсіздер ме? 11 сынып қазақ тілі пәні бойынша видео сабақ. Тақырыбы ақтабан шұбырынды алқакөл сұлама. Бүгінгі тақырыбымызда біз ғылыми стильдің тілдік амал тәсілдерін өтіп кететін боламыз. Енді осыған тоқталатын болсақ, бізде жалпы әр ғылымда өзіне тән терминологиясы және сөздіктері болады. Яғни химия ғылымында элементтер, минералдар секілді сөздер қолданылатын болса, лингвистикада морфология, фонетика, синтаксис деген сияқты сөздер қолданылады. Сосын ғылыми стильде өзіне тән синтаксистік құрылым болады. Яғни тұрақты үлгідегі сөйлемдер, сөз тіркестері молынан пайдаланылады. Сосын өткен шақ, осы шақтағы хабарлы сөйлемдер жиі қолданылады. Ырықсыз етістіктен жасалған баяндауыштар өте көп жұмсалынады. Сосын барып ойдың ағанын білдіретін үстеулер мен шылауларды кездеседі екен. Оларға сондықтан, содан кейін, әрі қарай деген сияқты сөздер жатады. Сөйлемдердің ойдың бір-бірімен өзара қатынасын білдіретін сөздер де бар екен. Олар қыстырма сөздер деп аталады. Яғни оларға біріншіден, екіншіден, нәтижесінде деген сияқты сөздер жатады екен. Енді келесі тоқталып кететін болсақ, ол ақтабан шұбырынды алқакөл сұлама. Яғни бұл бізде қазақ тарихындағы өте ауыр бастан кешірген оқиғалардың бірі болып саналады. Бұл 1723-1725 жылдар аралығында болған қазақ жеріне жоңғарлардың шапқыншылығы болып саналады. Яғни бұл оқиға қазақтарға өте үлкен соққы болып келеді. Себебі қазақтар тура осы уақытта қазақ жерінде ұзаққа созылған жұттан енді шығып келе жатқан болған еді. Сонымен қатар елде саяси әлеуметтік жағдай өте төмен болды. Ел ішінде алауыздықтар, ұрыстар өте жиі болып тұрды. Және жоңғарлардың бұл шапқыншылығы қазақтарға алапат қасірет әкелді. Енді бұл кезде жоңғар ханы Севанраптан осы қазақ жеріне шапқыншылық жасаған кезінде тек осы кәдімгі найза, садақ секілді қаруларды емес, олардың орнына отты қарулар, яғни зеңбірек, мылтық секілді қаруларды қолданған болатын. Осының әсерінен қазақтар бұларға қарсы тұра алмай қашуына тура келеді. Осы қашқан кезде олар көптеген жерлерден өтіп, тоқтамай күні-түні жүріп, ұзақ белеңдерден асып, өз өмірін сақтап қалу үшін жүрген болатын. Соның салдарынан аяқтары ағарғанша, сілесі қатып құлайын деген жағдайға дейін жеткен болатын. Соның салдарынан осы ақтабан шұбырынды деп айтқан болатын. Ал енді неге алқакөл сұлама дейтін болсақ, ұлы жүз, орта жүз қазақтарының Қаратау асып, Сырдан өтіп Алакөлде қырғынға ұшыраған жері осы алқакөл сұлама болатын. Сосын айтып кететін жағдай, қазақтар осы кезде сол негізі етпен, сүтпен қоректенетін болған. Және солар сол етпен сүт дейтін кәдімгі тамақтар таппай қалған кезде, олар қайыңның қабығын тіліп, соның шырынын ішуге мұқтаж болған. Сол себепті қайың сауған деген сөз қалыптасқан болатын. Сонымен қатар жоңғарлардың шапқыншылығы тек қана қазақтарға ғана әсер етпей, жаңындағы көршілес қырғыздарға да үлкен соққы болған болатын. Қырғыздар жалпы өз ата қонысын тастап Ғисарға кетуіне мәжбүр болды. Сол себепті қазақ қайың сауғанда, қырғыз Ғисар ауғанда дейтін тарихи фразеологизм қалыптасқан болатын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.